Бүгін бізде сенбілік ерекше күн. Атырау қаласының шетелдік тұрғындары бізге қонақ болуда. Және олар өздері біздің салт дәстүрімізге, біздің ұлттық құндылығымызға өте қызығады. Сондықтан қазір біздер киіз басудың заманауи үлгісіндегі құрғақ және инемен жасалатын түрін үйретіп жатырмыз. Олар өздеріне қабырғаға ілетін панно дайындауда. Сонымен қатар біздің шеберханамызда ер адамдарда ағаш бұйымдарын, яғни ас үйге қажетті тегеш дайындалуда. Асыл-мұра жобасы 2025 жылдан бері жүзеге асып келе жатыр. Осы біздің жобамызға 1000-нан астам адамдар қатынасты. Жазғы 2 айда мұрагер этноклубын өткіздік және оған 85 бала қатынасты. Қазақия қоғамдық қоры біздің өскелең жастарға ұмытылып бара жатырған салт дәстүрлерімізді, ұлттық құндылықтарымызды, қазақы тәрбиемізді насихаттайды. Осындай барлық жаңғыртуға үлкен үлесін қосып жатырған ШО компаниясына алғысымызды білдіреміз.